Париж алып мегаполис. Париж қатан бәсекелестіктің ордасы. Бірақ Париж көзін тапқан адамға зор мүмкіндіктер ашады. Бұл жерде сенің ұлтына, дініне, тіліне ешбір шектеу қойылмайды. Мәселен, қазақтың қызы Гаухар Ассион Париж төрінде Ше Мадемуазель атты орталық Азия тағамдарының мейрамханасын ашты. Аталған мейрамхананы Риана секілді танымал тұлғалар ұнататын әлемнің ең бір үздік асханаларының қатарында. Мейрамхананың мәзірінде қазақтың ұлттық тағамдары бар ма екен? Тексеріп көрейік. Мәдени саналуандылық. Париж, Франция. Францияда 2000-нан көп қазақ шоғырланған. Біздің бүгінгі бағдарламаның кейіпкерлері Гаухар Ассион мен Дана Мұса Парижді бағындырған аяулы қыздар. Гаухар Ассион Алматының тумасы, Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетін бітірген. Мамандығы заңгер. Париж төрінде мейрамхана ашқан табысты кәсіпкер. Ол бұл әсем шаһарға 19 жыл бұрын көшіп келген. Біз қазақтар көшпелі халық болғандықтан шығар. Маған басқа елге көшу қиындық тудырған жоқ. Оның үстіне мен ол кезде 25 жаста едім. Нағыз тәуекелге бел буатын шағым. Жалпы адам ағаш емес, ол қозғалыста болуы керек. Әлемді көруі тиіс. Ал Дана Мұса Атырауда дүниеге келген, Ақтауда бой жеткен. Алматыда Темірбек Жүргенов атындағы өнер академиясын тәмамдаған. Мамандығы режиссер. Би өнері ана сүтімен, әке қанымен дарған балет бишісі. 2010 жылы арман жетегімен Парижге келген. Оқу орнын бітірген соң мен бір шетелге барып тәжірибе алайын деген ойым болды. Сонда менде 4 қала болды ойымда. Париж, Лондон, Лос-Анджелес, Нью-Йорк. Сол документімді тапсырғанда 4 қалаға да өттім. Сондықтан Париж, жалпы Франция би өнерінің шығарушы болғандықтан мен сол Парижді таңдадым. Өздерің білесіздер, Луи 14 деген король дейді ғой. Францияда сол жалпы классикалық балетті сол бастаған дүние жүзінде бірінші. Себебі өзі биші болған. Сосын ол Италияда дамыған, сосын ол Ресейге келген, Ресейден бізге Қазақстанға келді. Бірақ жалпы тамыры, бидің тамыры сол Парижде жатыр. Францияда, Версальда деп айтуға болады. Қазақтың Гаухары мен Данасы Парижде жүрекпен қалап таңдады. Парижде оларды жатсынбады. Мен бұл жерден мүмкіндік көрдім. Мәдениеті, ұлты, діні әртүрлі адамдардың үйлесімін байқадым. Біздің Қазақстан да көп ұлтты ғой, бірақ Франциядағыдай емес. Сонда бұл елде өмір сүруге болатынын түсіндім. Өмірімнің жартысын Парижде өткізем деп ойламадым. Бірақ тағдырдың жазуымен осы жерге тамыр жайдым. Статистика бойынша жыл сайын 17 миллионға жуық еуропалық жұмыс бабымен басқа елдерге көшеді. Еуропалық одақ азаматы ретінде өзге мемлекетте жұмыс істеу негізгі құқықтардың бірі болып табылады. Әрбір азамат шетелде жаңа мансап бастаймын десе, тағылымдамадан өткісі келсе, немесе волонтерлік мүмкіндік іздесе, әрқашан еуропалық әлеуметтік қамсыздандыру жүйесімен қамтылатынын біледі. Компанияда немесе өзін-өзі жұмыспен қамтыған кәсіпкер мен жұмыс істейтін орынды таңдауға құқығы бар. Францияға келгенде әрине көзім менің ашылып, көптеген стильдер, басқа бір французский стиль деп жатады. Соны мен көріп үйрендім. Көптеген басқа модерн, контемпорейт, тағы да басқа сондай нәрселерді үйрендім. Сол тәжірибе маған қажет болды. Өйткені Дана Мұса биді жан тәнімен жақсы көрсе, арнайы би мектебінде оқымаған еді. Хореография училищені бітірген жоқпын Қазақстанда, Алматыда. Бірақ қайтсем де сол Алматыға 16 жасыма келгенде бірден мен салтанат ансамбліне, халық ансамбліне биші ретінде өтіп кеттім. Оның өзі мен үшін үлкен тәжірибе және дәреже болды. Себебі ондай ансамбльге тек қана бір дипломмен, үлкен тәжірибемен өту керек. Ал мен болсам бұлай кастинг өтіп кеттім. Сол менің бірінші мектебім деп айтуға болады. Би өнеріндегі қадамын салтанат мемлекеттік би ансамблінен бастаған Данаға Париждің ұлттық консерваториясында балет мэтрі Ива Касадидің соңғы шәкірті болу бақыты бұйырды.
Париж университетінің би факультетінде ұлттық би орталығында білімін толықтырып, Андре Клем, Атилио Лабис, Фредерик Лазарелли сияқты кәсіби би мамандарынан тәлім алды. Әрине оңай емес. Біріншіден мен тіл білген жоқпын. Француз тілін мүлдем білген жоқпын. Мен келгенде тек ағылшын тілімен келдім. Бірінші 2 жыл мен ағылшын тілімен жүрдім. Францияда ол өзіңіз білесіз қиын. Себебі мұнда ана тілін адамдар өте қатты ұстанады. Сондықтан тіл жағынан, жалпы менталитет, культура дейді, сол жағынан қиын болды. Бірақ маған білмеймін, сол би жағыма, өнер жағыма қатты ұнаған соң, мен қайтсем де мұнда қалып, үйреніп, тәжірибемді аламын деп сондай оймен мен тырысып қалдым. Гаухар Асионның да табыс жолы кедергісіз емес. Ол да түрлі қиындықпен бетпе-бет келген, бірақ барлығын еңбекпен жеңген. Ешкімнің көмегінсіз, жәрдемінсіз, қомақты ақшасыз келсең қиын. Ол кезде қалтамда $500 болды. Мен басында оқимын деп келдім ғой. Бірақ мұнда заңгерлік біліміңді жалғастырсаң, дипломыңды растауың керек. Ол үшін 2 жыл жұмыс істемей, тек оқуға міндеттісің. Оның үстіне француз тілін білмедім. Тіл курсына жазылдым. $500 соған жұмсадым. Бірақ бұл курстан ештеңе үйренген жоқпын. Өйткені топта әртүрлі елден келген 30-дан көп адаммен бірге оқисың. Бір күнде 1,5-2 сағат немесе академиялық 72 сағат тілді үйренуге әрине аздық етеді. Бір жақсысы, студенттік визамен 20 сағат жұмыс істеуге рұқсат бар. Мен соны пайдаланып, француз тілінде сөйлейтін ортаға кіріп кеттім. Міне, тілді сол жерден үйрендім. Материалдық жағдайым да жақсарды. Францияда тұрғанына 8 жыл болғанда Гаухар Асион Лоран есімді азаматқа тұрмысқа шығады. Париждегі мейрамханалардың бірінде даяшы болып жүрген Гаухар Лоранға өз ресторанын ашу туралы идеясын айтады. Қолдау табады. Жалпы Францияда мейрамхана бизнесін бастау үшін $500 миллион жуық қаражат керек. Ғимарат қымбат, бірақ 2008 жылдары Францияда кәсіп бастайтындарға 4-5% несие беріліпті. Гаухар Асион сол мүмкіндікті ұтымды пайдаланған. Бұл елде өзге ұлт өкіліне бизнес бастау оңай емес, ал мейрамхана бизнесі тіпті қиын. Мысалы, жыл басында ашылған 10 мейрамхананың 7-і жабылып қалады. Өйткені мұндағы нарықтың бәсекесіне шыдау үшін табандылық керек. Бизнесімнің құлдырап кету қаупі әлі де бар. Бола береді. Сондықтан тынбай еңбектенуім керек. Табыстың 64%-ын салыққа төлейсің. Бәріне өзің жауап бересің. Бұл нартәуекел ғой. Күйеуім екеуміз түк жоқ жерден бастадық. Біз алдымен француз тамақтарынан тұратын қоғамдық тамақтану орнын аштық. Мен ол жерде бас аспаз болдым. 3-4 жылдан кейін манты, палау, борщ сияқты өзіміздің үйреншікті тамақты қосып көрдім. Оның тұтынушыларға ұнағанын байқадым. Ал Дана Муса 2013 жылы этнобалет қауымдастығын құрған. Орталық Азияның көшпенді мәдениетімен классикалық биді шендестіріп, жаңа би түрін дүниеге келген. Қиындық ол спектакль жасау, адамдарды жинау, қаражат табу, бәрін ұйымдастыру, бишілер керек, костюм керек. Спектакль жасаң, оған келетін адам, олар неге келеді? Олар жай ақшамен саған билет ала салмайды. Міндетті түрде сенің қойылымың сапалы болу керек. Соны насихаттау керек, реклама, коммуникация. Сосын олар мысалы этно деген сөзден кішкене қорқады француздар. Мысалы мен ондайды білмеппін. Себебі этно десең олар Африка деп ойлайды екен. Этнический, фольклорный деген олар үшін кішкене артта қалған нәрсе, өте қызық емес. Сондықтан соның бәрін қайтадан көрсету, түсіндіру. Жоқ, мен Африка емеспін, мен қазақпын. Бірақ көрсеткен нәрселерім, ялмасам символы дейді ғой, ол бүкіл дүние жүзіне түсінікті. Себебі аспан болсын, жер болсын, от болсын, ол көптеген мәдениетте өте қасиетті, киелі нәрселер болып саналады. Африка болсын, Азия, Европа, грек культурасы, Америка, тағы да. Сондықтан бір жағынан қазақ тамырын сақтап, екінші жағынан универсальный дейді ғой, сол жағынан көрсетіп, сапасын төмендетпей, одан сайын жоғартылып, соның бәрі әрине оңай емес. Дана Мусаның этнобалет қауымдастығы Амазонка, Құртқа, Шабандоз, Жеті әйел, Ұрпақ, Намат атты қойылымдардың авторы. Көрермен тарапынан қошеметке ие болған. Көрермендер өте жақсы қабылдайды.
көрермендер, келген көрермендер ешқашан мен естіген жоқпын. Ой, мынау не зат, мен түсінбедім, маған ұнамады деген ешқашан түтүту болған жоқ. Келген адамдар керісінше неге мен ондайды білмеппін, оқымаппын, көрмеппін, не деген жақсы ой, не деген жақсы би, сізге рахмет деген алғыстарын білдіріп жатады. Сондықтан ойлаймын жасаған жұмысымыз босқа емес деп үміттенемін. Демеушілік жоққа жақын деп айтуға болады. Мен 2 рет қана бір грант жеңіп алдым, кішкентай көлемінде бір гранттар. Жалпы я өз қаражатым, мысалы спектакльден бір кішкене ақша ұтсақ, сол ақшаны басқа спектакльге саламыз. Өз қаражатынан мен көптеген сабақ беремін өзім, сондықтан сол өз қалтамнан деп айтуға болады. Жалпы Францияда бір жақсы система бар қолдайтын. Бірақ ол системаға, сол жер бір қызық жер, сол системаға кіру үшін сені міндетті түрде бір, олар француздар каз дейді, бір стильге, бір нәрсеге бағыну керек. Этнобалет, сен білмейсің, ол қай стиль, ол қай нәрсе, олар түсінбейді. Ол классикалық балет емес, ол модерн дейді, современный балет емес, ол не зат. Алғашқы 3 жылда Гаухар Асионның кәсібі тиімсіз болады. Тағы 2 жыл бойы табыс кірмеді. Сонда да оның беті қайтпады. Бастаған істі тастамады. Мен неге таза қазақша ресторан ашпағанымды түсіндірейін. Егер мен таза қазақша асхана ашсам, жабылып қалу мүмкін еді. Өйткені мұнда Орталық Азияны онша біле бермейтін ол кезде. Соңғы жылдары ғана Орталық Азиямен таныса бастады. Нарықта жұтылып кетпес үшін мен орыс асханасын араластырып аштым. Өйткені олар Ресейді біледі. Сол тамақты іздеп келген кезде Орталық Азияның тамақтарының дәмін татады. Ал қазір біз көпшілікке танылдық. Өзіміздің тұрақты тұтынушыларымыз бар. Олар мұнда әртүрлі отбасылық мерекелерін, тойларын жасайды. Бізді іздейді. Бүгінде қазақ қыздың тасы өрге домалап тұр. Мейрамханасы Париждегі 15 мыңнан астам мейрамханадан қалыспайды. Тіпті аспазхана да ашқан. Бұл коммерциялық жоба дейді өзі. Аспазханадан француздар қажетті тағамына интернетпен, телефонмен тапсырыс береді. Бағасы да анағұрлым арзан. Мынау өзіміз жасайтын өнімдер. Мына бәлішті бүгін таңертең ғана пісірдік. Бір бәліш қанша тұрады? Ең қымбаты етпен 2 евро 80 цент, саңырауқұлақпен 2 евро 20 цент. Сонда 1500 теңге шамасында, иә? Иә. Париж үшін бұл арзан ғой. Иә, бізде қолжетімді баға. Гаухардың айтуынша Парижден Орталық Азияның, оның ішінде қазақ халқының тағамын әзірлеуге қажетті барлық азық-түлік табылады. Тіпті жылқы еті де қазы қартада бар екен. Біздің ұлттық тағамдар шынын айту керек ауыр. Өйткені табиғатымыз өзгеше. Яғни суықтау, етті көп жейміз. Көшпелі халықпыз. Ал бұл жерде жеңіл тамақ тұтынады. Және әдемі әрленген тағамды ұнатады. Сондықтан мен осы жақтың адамдарына ыңғайлап бейімдеймін. Сонда да оның дәмі бәрі сол қалпында өзгермейді. Оған дәлел Қазақстаннан саяхаттап келген отандастарымыз қазақы тағам іздегенде мені табады. Олар ешқандай сын айтқан жоқ. Гаухар Қазақстанға келгенде міндетті түрде мейрамханаларды мұқият зерттейтінін айтады. Біздегі тамақтану орындарының да, ондағы өнімдердің де Парижден ешбір қалыспайтынын байқаған. Менің таңғалғаным, Қазақстанда өте мықты ресторандар бар. Ұлттық асханамыз өте дәмді, керемет. Кәуаптары балдай. Қымбат бірақ. Мысалы, Алматыда бір стейк 80 евро тұратын мейрамхана бар екен. Бір қынжылтатыны, бізде қызмет көрсету өте төмен деңгейде. Мен таяуда бардым. Спикер ретінде өз ойымды айттым. Қызмет көрсетудің төмендігі бізде мейрамхана ісінің кәсіби мамандары жоқ. Адамдар мейрамханаға уақытша жұмыс деп қарайды. Онда 1-2 жыл басқа жұмыс тапқанша істей тұрады. Ал француздар мейрамхана ісін кәсіби деңгейге көтерген. Мұнда даяшы, аспаз өте сыйлы мамандықтар. Еуропада тұтынушы мен даяшы арасында өзара сыйластық бар. Тұтынушы даяшыны, даяшы тұтынушыны сыйлайды. Міне Қазақстанда осы мінез жетіспейді. Мен уақыт өте келе бәрі өзгереді деп сенем. Би мәдениеті Францияда ғана емес, бүкіл Еуропада жоғары деңгейде дамыған. Бұл жақтың азаматтары биді түсініп, сүйсініп көреді. Уақыты мен қаржысын жұмсайды. Ірі операторлардың ғана емес, жекелеген шағын театрлардың да өз аудиториясы бар.
Дана Мұса осы мәдениет Қазақстанда да қалыптасатынына сенімді. Астана балет операсы ашылды, басқа да кішкентай труппалар ашылып жатыр, театрлар көбейіп жатыр. Сол өте бір жақсы дүние. Көбірек дамытылса, жалпы біздің қоғамымыз деңгейі жоғары болады деп ойлаймын. Себебі өнердің деңгейі сол жалпы қоғамның деңгейін, рухани деңгейін көрсетеді деп ойлаймын. Этнобалетмен жарты әлемді таңғалдырған, тамсандырған Дана Мұса да бармағынан бал тамған аспаз. 4 жылдан бері мейрамханасы Мишлен анықтамасынан түспеген Гаухар Ассион да Европадағы мәдени дипломат рөлін қалтқысыз атқарып жүр. Олар өзі сүйген іспен кәсіби деңгейде шұғылданып, ұлтының рухын, туын көкке көтере алған, өзгеге насихаттай алған бақытты жандар. Қайда жүрсем де, шетелде жүрсем де, сол өзіміздің тарихымызды, өзіміздің өнерімізді мен сол тастамай ойлап жүрем. Жалпы мен үшін әр жасаған спектакль болсын, фильм болсын, экспозиция болсын, бір мағына болу керек деп ойлаймын. Шын жүрегімнен сондай ойлар келген соң, соны француздарға көрсетіп, менің труппамда, группамда, ассоциациямда почти бәрі француздар билейді. Мен ойлаймын, ол өте қызық, себебі көшпенділер, балбал дегенде билейтін бірақ француздар. Біздің сол тарихымызды олар біліп, түсініп, басқаларға насихаттайды. Біз әрдайым тұтынушыларымызға Қазақстан туралы айтамыз. Мысалы, біздің жарнамамыздың арқасында біздің тұрақты 60 шақты клиентіміз Бұхара, Ташкенттен бөлек Қазақстанға да саяхаттап барды. Тіпті кейбірін менің інім Шарын каньонына апарды. Мен қазақпын, біріншіден ол ешқашан өзгертілмейді. Қазақ болып туылдым, қазақ болып өлем. Мен қазақстандықпын, себебі паспортым Қазақстан. Бірақ Париж қаласының тұрғыны, ол да рас, себебі менде тұрғаныма 9 жыл болды, үйреніп кеттім, және осы қаланы өте жақсы көрем, оны расы керек. Қандай қалаға бармасам да мен көп қаланы араладым, сол Парижді әрқашан сағынып келем. Үйім дегенде мен Париж деп айтамын. Мен жақсы көретін адамдарды сағынам, ал қазақтарды күнде көрем. Міне сіздер келіп отырсыздар. Мейрамханама франко қазақ отбасылар келеді. Анамды да осында көшірдім. Үйде 3 қазақ балам жүгіріп жүр. Қазақ диаспорасымен араласамын. Яғни менің айналам қазақ десе де болады. Ал Еуропаның ұнайтыны бұл жерде өз-өзіңді дәлелдеуге, жетілдіруге мүмкіндік көп. Ешкім сені тұншықтырмайды. Егер ерінбей еңбектенсең, арман мақсатыңа жетесің. Достар, сонымен біздің бұл бағдарламада Еуропа мүмкіндіктер мекені екенін көрсеттік. Париж болса, мәдени саналуанлықтың ордасы екенін дәлелдедік. Шынында да, армандаған кәсіппен айналысуда адам әлеуеті басты орында болуы шарт. Францияға сапарымыз осымен тамам. Ал біздің Еуропаға қызықты да мазмұнды саяхатымыз одан әрі жалғасуда. Келесі кездескенше, à bientôt!